Сәлеметсіңдер ме? 4 сыныптың ханшайымдары мен ханзадалары. Бүгін сендер қазақ тілінің 15 сабағын үйренетін боласыңдар. Көркем мінез дегеніміз не? Бүгін мәтінге тән белгілерді естеріңе түсіресіңдер. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді өңдей аласыңдар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. 2 бөлікті салыстыр. Қай бөлік мәтін? Неліктен? Дәлелдеп көр. 2 бөлік берілген бізге. Енді оқып көрейік. Жаман адамға да жақсы көзбен қара. Нұрайға тосын сөз жасадық. Күлкі көңілді көтереді. Екінші бөлігін оқиық. Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы. Ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Енді қарайық. Қайсы мәтін? Қай бөлік мәтін? Неліктен мәтін? Яғни жазып қойдық. Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы. Ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Өйткені бұл бізде белгілі бір ойды білдіріп тұр. Тиянақты ойды білдіріп тұр. Яғни мәтінге тән белгіні көрсетіп тұр. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөйлемдерден қиын мәтінін құрастыр. Ол үшін сөйлемдер өзара мағыналық байланыста болсын. Бізге сөйлемдер берілген, бұлардың мағыналық байланысы жоқ, орындары ауысып тұр. Біз бұның орындарын ретке келтіріп, өзара мағыналық байланысын құрастырамыз. Қараймыз. Мінекей құрастырдық. Тиын саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғақ әкелді. Тиын жаңғақты тез қағып алды. Тиынның мұнысы балаларға қызық көрінді. Олар тиынды үнемі азықтандырып тұратын болды. Енді айтады, тиын мәтінін құрастыруға сөйлемдердің қандай байланысу тәсілін қолданды? Тиын мәтінін құрастыруға біз жіктеу өсімдіктерін қолдандық. Енді айтып тұр, балалардың әрекетін бағала. Олар тиынды қызықтау үшін келді ме? Жоқ әлде олар тиынге қамқорлық жасауға келді ме? Олар тиынға қамқорлық жасады. Келесі 3-ші тапсырма. Байланысу тәсілдерін пайдаланып, мәтінді көшіріп жаз. Бізге мәтін берілген, байланысу тәсілдері қараңдар, оқушылар. Мінекей көк нүктенің орнына біз байланысу тәсіліне қажет болған сөздерді қойып жазуымыз қажет. Мінекей таған көгершіндердің даяр тамақта жылы орында тұрғанын көрді де, жүнін ақ бояумен бояп, соларға келіп қосылды. Түнде көк нүктенің орнына ол деп қоямыз, өзінің қай жерде екенін ұмытып, өзінше айғай салды. Сонда көгершіндер оның бөтен құс екенін біліп, қуып жіберді. Бұдан кейін оған өзінің жолдастарына келіп қосылды. Жолдастары жүні ақ болған соң танымай қуып жіберді. Осы қалпымен ол көгершіндерге де қосылмай, өз жолдастарына да қосылмай, көрген күні қараң болды. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Мына мәтінді оқыдық, балалар. Енді бұның мәтініне, мазмұнына көрсе қызар атауын сәйкестендірдік. Ендеше таған не үшін ешкімге қосылмай жалғыз қалды? Берілген пікірлердің қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Өз көзқарасыңды дәлелде. Бізге берілген 3 ауырдың үстімен, жеңілдің астымен өмір сүргісі келді ме? Жоқ әлде өз туыстары қуып жіберді ме? Барға қанағат етпеді ме? Қайсысы дұрыс? Барға қанағат етпеді, яғни. Енді өз ойымызды жазамыз. Мен бұл пікірге келісемін, себебі, мен бұл пікірге келіспеймін, себебі деп жазамыз. Мінекей үлгі ретінде жазып қойдым. Мен бұл пікірмен келісемін, себебі таған көрсе қызарланып, өз кейпін өзгертті. Барға қанағат етпей, өз жолдастарынан бөлініп, басқаларға қосылғысы келді деп жазсақ болады екен. Келесі 4-ші тапсырма.
көргені бойынша жазып шыққан. Оқушы қыздың мәтінін ретке келтіріп жаз дейді. Өйткені мәтін берілген, бұл ретсіз берілген, яғни реті жоқ бұның. Біз осыны ретке келтіріп жазамыз. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғанын көрдім. Бірде ол балапандарын ілестіріп, көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Балапандары да сырғи жүгіріп, суға сүңгіп шығып жатты. Ретмен осылай жазады екенбіз. Мәтіннің қалай болып шықты? Көшіріп жаз. Мен қаздарға қарап тұрдым дейді. Мінекей осылай, дәл осылай балалар көшіріп жазып аламыз. Оқушылар, сендерге сабақ ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.